Армысыздар, құрметті қазақстандықтар. Эфирде хабар арнасы. Сүйінші хабар 15 мен 16 наурыз аралығында Алматы қаласы халықаралық бизнес университетінде республикалық пікірсайыс турнирі өткізіліп отыр. Халқымыздың пікірін сұрасақ. Ассалаумағалейкум достар, мен Алдоңғаров Құралбек, Қазақ ұлттық университеті Алтын сапа пікірсайыс клубының мүшесі. Барлығына сәлем. Ассалаумағалейкум, құрметті UIB-лықтар. Қайырлы кеш достар. Алтын сапа пікірсайыс клубынан, UIB пікірсайыс клубына сәлем. Қайырлы күн, құрметті пікірсайысшылар. Сәлем достар, біздің дебат клубынан, UIB дебат клубына жалынды сәлем. Жалпы UIB университеті, UIB дебат клубы мен үшін өте ерекше. Алда келе жатқан, наурыз айында келе жатқан UIB Қазақ пікірсайысының дәстүрлі пікірсайыс турниріне сәттілік тілейміз. Жалпы UIB турниріне жыл сайын өте мықты турнир ретінде мен өзім жеке білем. Сіздерге сәттілік тілеймін турнирді. UIB Қазақ дебат клубы бұл бізге өте жақын клубтардың бірі. Дәстүрлі UIB Cup 4 турниріне барлықтарыңызды шақырамын. Неге? Себебі мұнда екі лига бар. Альфа және бета. Еліміздің әр аймағындағы достарымызды бір шаңыраққа біріктіретін UIB пікірсайыс клубының республикалық турниріне сәттілік. Осыдан 5 жыл бұрын алғаш рет болған. Сол бірінші турнирдан бастап ол әрқашанда өзінің сапалылығымен пікірсайысшылардың ең мықты турнирлардың бірі болу ретінде есептеледі. Келіннің бетін кім бірінші ашады, сол астық демекші. Менің бірінші орындарым сол жерде болды, менің координаторлыққа тағайындалғым сол жерде болды. Барлығы сол жерде болғандықтан осы UIB дебат клубы мен үшін өте ерекше. Алдағы келе жатқан турнирлар сәтті өтсін. Және де достарымызға турнирде тілейтініміз сәтті өтсін ең алдымен. Және де ең бір есте қаларлық жылдағыдай қызықты әрі керемет турнирлердің бірі болады деген сенеміз. Өте ерекше турнир, бұрын болмаған екі лигаға бөлініп өткізіп жатқан турнир өте сөздің шыны керек, өте ерекшелігі өте зор. UIB пікірсайыс дебат клубына мен айтарым, тек қана алға деген келеді. Жалпы мен ізді дебат клубының президенті ретінде сіздерді алдыңғы уақытта үлкен бір сындарлы кешен күтіп тұрғанын түсініп тұрмын. Республикадан жиналған достарымызбен бір қауышып, бір көңілді өткізген турнирлердің бірі болуына үлкен ықыласымды білдіремін. Ондан да осы келе жатқан алдағы UIB турнирі, төртінші UIB Cup турнирі сәттілік. Оның керемет жоғары деңгейде өткізілуіне және де соны ұйымдастырушы әрбір пікірсайысшы достарымызға керемет қайраттылық, күш-жігер, ешқашан шаршамауын тілектеспін. Үздіктердің үздігін, мықтылардың мықтығын, жүйріктердің жүйрігін, мықтылардың мықтысын, жүйріктердің жүйрігін анықтайтын мықты турнир. Алматының ең мықты турнирлерінің бірі осы UIB-дің турнирі болады. Сол өте сәтті өтсін, Құдай тек сіздерге үстінен рызығын беріп, үстінен тек өзінің нұрын төге берсін сол турнир. Турнир өте сапалы өтсін. Өте жақсы турнир күтеміз және сол турнирін Алла қаласа болатыны толық сенеміз. Қатысушыларға жақсы дайындық. Келе жатқан UIB-дің турнирінде енді төрешілер әділ болады, сапалы болады, фуршетті мықты болады деп мен өзім сенемін. Өзінің бір ерекшелігімен ерекшеленетін бір дебат клубы саналады. Мен үшін достарымнан содан табылады. Және де турнирге барлық келушілерге осындай керемет сәтті көргендеріңіз үшін шыны керек, қуану керек, себебі UIB Қазақ дебат клубы өткізетін турнирлер, олар елімізде санаулы. Басқа турнирдің өте ерекше болып, ең сапалы турнирлердің біріне жетсін. Сәттілік тек қана. Ол кісілерге, администрацияларына төзімділік және сәттілік тілеймін. Барлығы жақсы өтсін. Алла қаласа қатысамыз, бәріне сәттілік. Және де достарымызға осындай керемет турнир ұйымдастырғандары үшін алғысымыз шексіз. Және асық чемпионатында ойнайтын жігіттерге сәттілік. Келіңіздер, өкінбейсіздер, фуршетте әдемі болады. Сондықтан сіздерге қажымас қайрат және талмас қанат тілеймін. Сәттілік. Сұрақ, бірінші орынға не болады? Ал енді жолдау ретінде өзімнің бір шығармашылығымды орындап жүрсем, Абайдың наурыз айында республикалық турнир болады деп естіп жатырмыз. Ендігі жерде бүкіл ел болып, қала болып, облыс болып, осы турнирға атсалысқанымыз дұрыс секілді. Себебі жарнамасының түрі жаман емес. Аспаннан мынадай бір логотиптер түсіп, маркетингтің жаңа түрі пайда болған секілді.
Достар, Алматы қаласы республикалық турнирдің жеңімпазы болайық. Сіздер үшін бүгін жұмыс істеген Хабар телеарнасы және мен Кеңшілік Сабыржан. Бауырым, жаңа логотиптер қай жерде түсіп жатыр дейсің? Дәстүрлі UAB Cup 4 кестесі. Қалай басынан бастыңыз? Турнирдің ұйымдастырушыларына сәттілік тілей отыра, жалғастырамын осы. Қалай басынан бастыңыз? Турнирдің ұйымдастырушыларына сәттілік тілей. Айттым басынан басты деп саш. Гамзик мотор. Барлықтарыңызды UAB турнирына, яғни қазақ пікірсайыс турниріне келгендігіңізбен алдағы турниріне үлкен сәттілік тілейміз. Үлкен демек үргет. Бастастырайықшы. Қалай басынан бастыңыз? Енді қашан бастайсың? Кеттік қой. UAB дәстүрлі UAB қазақ пікірсайыс клубының. Жалпы UAB ұжымына үлкен Жалғастыр, болды, қайтадан бастай бер болды. UAB пікірсайыс клубына, СДУ дебат клубынан үлкен сәлем. Болды, соңғы рет. Соңғы рет. Шын ғой? Соңғы рет. Қандай болса да соңғы рет. Басталмаларыңызбен өткелі тұрған UAB дәстүрлі 4-ші клубына сәттілік тілеймін. Сол өлтіремесің қаздар ғой. UAB пікірсайыс дәстүрлі. Басынан! Қалай басынан бастыңыз? Сау болыңыздар! Көре, күтесің ғой? Қай жерге қарап, көз камераны?